Алып қой, қой қолыңды. Ар жағақ. Сөйтіп бас. Енді айтамын сен. Шатаданның аллана, барды едім қадары, бір қошаған алдымнан, шыға келді жүрірім, армандайды ата-анасының және ата-әжесінің тәрбиесі орасан зор. Әр адамның өміріндегі ең алғашқы тәрбие мектебі ол отбасы. Ата-ана және әжеден алған тәрбие баланың болашақтағы мінезін, болмысын, адамгершілігін, ұстанымдарын қалыптастырады. Жас ұрпаққа берілетін рухани ұлттық адами құндылықтардың бастауы да осы шаңырақтан бастау алады. Ата-ана баланың тірегі, ал әже мейірім мен даналықтың иесі. Ана жүректің жылуы, әке отбасының тірегі, ал әже өткен мен бүгінді жалғаушы, өмірлік тәлімнің көзі. Әжелердің ертегі айтуы, атасының бата беруі, салт дәстүрлі бала ұрпақ бойына сіңіру ұрпақтың сабақтастығының көрінісі. Бала не көрсе, соны қайталайды. Сондықтан отбасыдағы жылым қарым-қатынас, мейірімділік пен сыйластық баланың бойындағы ізгі қасиеттерді дамытады. Қазіргі заманда мектеп пен қоғам қанша тәрбие берсе де, отбасының ықпалы бәрінен жоғары. Ата-ана мен әженің тәрбиесі арқылы бала еңбекқор, жауапты, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болуды үйренеді. Олар баланың өз болашағына сеніммен қарауына, өмірге дұрыс бағытталуына жол сілтейді. Қорытындылай келе, отбасы тәрбие басы, ата-ана, әже мен ата оның ұстазы. Осы төртеуінің арасында тығыз байланысыны баланың тұлға болып қалыптасуына үлкен әсер етеді.